Құрметті көрермендер, бүгін сіздермен біздің бірінші сабағымызды бастаймыз, Бүгін біздің бірінші сабағымыздың тақырыбы to be етістігі. Бұл to be етістігі ағылшын тілінің базасы. Сіз бұл тақырыпты білмесеңіз, сіз мүлдем өзіңіз жайлы бірде-бір сөйлем айта алмайсыз, ағылшынша бірде-бір сөйлем құрай алмайсыз. Сол үшін бұл тақырыпты мұқият тыңдап алыңыздар. Соңында тапсырма берем, бірге жасаймыз. Жақсы ма? Жалпы to be етістігі бізде болу деген мағынаны білдіреді. Ағылшын тілінде жалпы екі ереже бар, екі алтын ереже бар. Біріншісі ол сөйлем тәртібі бекітілген. Екіншісі ағылшын тілінде сөйлемде міндетті түрде етістік болу керек екен. Жалпы сөйлем тәртібі бекітілген дегеніміз не? Мысалға алатын болса, біз орыс тілінде қазақ тілмен салыстыруға кішкене келмейді, өйткені екеуінің құрылысы екі түрлі. Сол үшін орыс тілмен салыстырайық. Мысалы, орыс тілін былай айта аламыз. Я читаю книгу, я книгу читаю, немесе читаю я книгу. Яғни біз сөйлем тәртібін ауыстыра аламыз. Етістік бірінші орында тұруы мүмкін, екінші орында тұруы мүмкін, орнын ауыстыра аламыз. Бірақ та ағылшын тілінде міндетті түрде бірінші орында зат есім тұрады. Зат есім. Мен, сен, кім деген сұраққа жауап береді. Мадина, немесе Алинур да міндетті түрде зат есім тұрады. Екінші орында бізде ағылшын тілінде міндетті түрде етістік тұрады екен. Етістікті білесіздер, кім, не істеді деген сұрақтарға жауап береді. Етістік деген іс-әрекет. Мысалы, мен ойнаймын деген сияқты. Міндетті түрде бірінші орында зат есім, екінші орында етістік тұрады екен ағылшын тілінде. Ал етістік дегеніміз, ол сөйлемде міндетті түрде етістік болу керек. Етістіксіз сөйлем мүлдем болмайды екен. Осы екі алтын ережені сақтап алу керек. Біз жаңа айттық, қазақ тілі мен ағылшын тілі құрылысы ұқсамайды, сол үшін орыс тілімен салыстыратын боламыз. Мысалға алатын болсақ, бізде я студент деген сөйлемді алайық. Зат есім қайда? Я студент тоже түсініксіз. Бірақ та біз осы сөйлемді ағылшын тіліне аударғымыз келеді екен. Мысалға алатын болсақ, қалай аударамыз? Өйткені ғана айттық, ағылшын тілінің алтын ережесі сөйлемде міндетті түрде етістік болу керек екен. Етістіксіз сөйлем болмайды ағылшын тілінде. Бірақ я студентті біз қалай аударамыз ағылшын тіліне? Екі мысал айтыңыздар. Былай екен, бұрынғы орыс тілінде, бұрынғы заманның орыс тілінде, тұра тұрыңыздар, маркерімді алып алайын. Мына жерде я есть студент екен, негізі дұрыс орыс тілінде я есть студент. Сонда бізде зат есім бар, етістік бар, яғни біз бұны смело ағылшын тіліне аудара алады екенбіз. Мысалы, я деген I болады, есть деген M болады. Студент as student. Яғни мына жердегі есть. Мысалы, орыс тілінде біз айта аламыз ғой, я есть студент, ты есть студент, он есть студент, есть, қала береді. Бірақ ағылшын тілінде жанындағы мысалы есімдікке байланысты мына етістіктер өзгереді екен. Мысалы, I мен ылғида am болады. I am a student. I-дың досы I am a student. You are a student. You-дың досы are болады екен. Біз айтпаймыз you am a student. Жоқ, you are a student деп айтамыз. He, ол, еркектерге айтамыз. He is a student. She is a student.
It is a student. Яғни, мына қандай есімдік тұр? Әр есімдіктің өзінің досы болады. Мына досын жаттап алыңыздар. Келесі соңына дейін жіктейік. We are students. Біз студенттерміз. You are students. Сендер студенттерсіңдер. They are students. Олар студенттер. Яғни, мына жерде зат есім қайда? Зат есім тұр. Етістіктер екінші тұр. Түсінікті ғой. Достар, біз жаңа ғана болымды сөйлемді қарастырдық. Ал енді мен студент емеспін деп болымсыз сөйлемді қалай құрастырамыз? Етістіктен кейін сөйлемде етістікті тауып аламыз. Ғой. Not қойып шығамыз барлығына. I'm not a student. Давай бір сен айт. You are not a student. Дұрыс. He is. Етістік қайда? Етістік не тұр? Not a student. You are not a student. They are not students. You are not students. They are not students. Яғни, етістіктерден кейін not дегенді қойып шықсақ, онда болымсыз деген сөз. Болымсыз сөйлемді құрастырамыз. Ал енді достар, былай, сұраулы сөйлемді қалай құрастырады екен? Сен студентсің ба? Ол студент ба? Біз студент ба? Деп қалай құрастырамыз? Ол үшін мына жерде етістік алдына шығады. Сонда сұрақтарда етістіктер алдына шығады. Not керек емес. Мысалы, алдыға апарамыз. Am I a student? Not керек емес. Am I a student? Сұраулы болады. Дәл қазір сіз барлығын жіктеп шығыңыз. Барлығын мынаған сұраулы сөйлем, мынаған барлығына сұраулы сөйлем жазып шығыңыздар. Мен қазір сізге дұрыс жауапты көрсететін болам. Сіз тоқтат қойыңыздар. 1 минут берем, жазып шығыңыздар. Прям комментарийдің астына, комментарийға жазып шығыңыздар. Дәптерге емес. Мен тексеру керекпін. Мынау кетіп жатыр, тұра. Вентилятор қосып қойдым. Ал енді бірге тексерейік. Тұра тұрыңыздар. Кетіп жатыр. Норматив. Ал тексерейік бірге. Am I a student? Are you a student? Is she a student? Is he a student? Is it a student? Just sounds. Are we students? Are you students? Are they students? Мен студентпін ба? Сен студентсің ба? Ол студент ба? Біз студентпіз ба? Сендер студентсіңдер ме? Яғни сұраулы сөйлемде етістік алдына шығады екен. Короче, достар, жаңағы I'm a student, you are not a student, he is not a student дегендер бар емес па? Сол шаблонды, сол шаблонды қай кезде қолданамыз? Біріншісі, адамның аты жөнін айтқанда. Мысалға алатын болсақ, I am Madina, you are Алинур, he is Алинур. Немесе сұрақ болса, is he Алинур? No, he is not Алинур, he is Айдар, for example. Яғни, адамның атын айтқанда, біз to be-ді қолданамыз. Немесе, I am Madina Камспаева. Фамилияны да қосуға болады, Екіншісі, ұлтын айтқанда, мысалы, I am Казах. Біз қазақтар емес, біз қалай болады? Айт. Yes, we are not Kazakhs. We are not Kazakhs болады. Келесі жасын айтқанда, мысалы, I am 45. I'm 45, мен 45-деймін. I am 39, мен 39-дамын. Немесе сұрақ болса, сен 45-десің ба? Are you 35?
жасын айтқанда, жаңағы to be-дің шаблондарын қолданамыз. Екінші локация, мысалы, дәл қазір қай жердесіз? I am in Almaty, you are in Almaty. Немесе кабинет деген room ғой, room. I am in the room болады. Сол сияқты. Келесі көңіл күйді айтқанда, мысалға алатын болсақ, келесі ол көңіл күйді айтқанда, мысалға алатын болсақ, біз айтамыз, I am okay. Мысалы, мен жақсымын. I'm fine, I am. Немесе сен жақсысың, you are fine. Немесе ол жақсы, he's fine. Яғни адамның көңіл күйін айтқанда, алтыншысы сапасын айтқанда, адамның сапасы, мысалы, ол әдемі, she is beautiful, she is beautiful. Немесе заттың сапасын айтқанда, мысалы, it is good, или мысалы, қайтсам болады, қалай болады, it's expensive, expensive-ті білесіз ғой? It is expensive, қымбат. Сапасын айтқанда, біз to be-дің шаблондарын қолданады екенбіз. Дәл қазір мен сізге бірнеше жаңа сөз берем. Сол сөздермен сөйлем құраңыздар. Ол немелер? Сын есімдер. Біріншісі сөйлем құрап бересіздер. Біріншісі young, жас, old, кәрі, beautiful, әдемі, қыздарға айтамыз, beautiful, handsome, әдемі, ұлдарға айтамыз, fine, жақсы, happy, бақытты. Сіз қазір мына сөздерді қолдана отырам. Өзіңіз жайлы мына пункттерге қарап, to be етістігімен сөйлем құрап шығасыз. Мысалға алатын болсақ айтасыз, I am, атыңыз Айдар болса, I am Айдар, или Айдана болса, I am Айдана. Ұлтыңызда I am Қазақ, сосын жасыңыз. I am 25, локация, I am in Шымкент, или I am in Алматы, локация. I am in деген былай жазылады. В, я в Алмате. Көңіл күйіңіз қандай? Мен бақыттымын, happy, мына сөзді уже қолданамыз, көңіл күй. Или бақытсыз болса, unhappy болады. Бақытсыз болса, unhappy болады. Сапасын айтамыз. Мынандай сөз бар. Smart. Мен қазір мына жерге жазып қоямын. Smart. Тағандай сөз бар. Smart, tall, ұзынмын. Ұзын емеспін, short, қысқа. Немесе тағандай бар. В общем, осы сөздерді қолданып, маған өзіңіз жайлы комментарийға сөйлем құрастырып бересіздер. Мен міндетті түрде тексеріп баға қоям. Әр комментарийдің астына баға қоюға тырысамын. Біздің бүгінгі сабағымыз тәмам аяқталды. Келесі сабақта кездескенше міндетті түрде кері байланыстарымды беріп, маған тапсырманы орындасаңыздар, мен ары қарай видео шығаратын боламын. Амандықта жүздескенше қош сау болыңыздар.